В общем, барлықтарыңа ассалаумағалейкум достар, сендермен бүгін мен Зеп. Және біз бүгінгі видеороликте көптен күткен GTA 6-ның екінші трейлерін көретін боламыз достар. Вау, достар, мен не айтарын білмей тұрмын. Мен дәл қазір ойнап жатыр ем. Маған сообщение келді, что GTA 6-ның екінші трейлері шықты деп. Мен дереу камераны қосып, енді сіздердің алдарыңызда көрейін деп тұрмын. Өзіме де қызық болып тұр, не болайын деп тұрғаны, бізге не көрсеткілері кеп тұр. Барлықтарыңыз білетіндей, GTA 6 2026 жылға ауыстырылды. Алдыңғы видеода айтқан болатынмын, оны көрмеген болсаңыздар көріп кетіңіздер. Ал бізге қазір мына GTA 6-ның екінші трейлерін көретін боламыз. Достар, өздеріңіз не күтесіз? Дәл қазір комментарийге өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Және каналға тіркеліп, лайк басып, колокольчик қосуды ұмытпаңыздар. Дайын болсаңыздар, біз бұл тарихи күнге жеттік достар. Екінші трейлер, бәріміз күткендей. Білмеймін, GTA Rockstar компаниясы неге алдын ала бізге осының бәрін айтпайды екен. Әйтпесе мен ертерек түсіретін едім. Мүлдем білген жоқпын, что бүгін шығатынын вообще күткен жоқпын. Қазір бәріміз бірге көретін боламыз. Ендеше біз кеттік. Мен максимум настройге қойып қояйық. Главное, қатпай көрсек болды достар. Достар, болды. Дайын болсаңыздар, громкость бәрі нормальный. Дайынсыздар ма достар? Маған өте қатты қызық болып тұр. Ал кеттік ал. Біз бір шет көрейін деп тұрмын достар. Әлі көрген жоқпын досы видеоға бала. Ал давайте. Rockstar компаниясы дұрыс. Вау, достар, соңында комментарий істеймін. Давайте тоқтатпай көрейік. What you doing up there? I'm just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some time on your hands. I got some properties with paying tenants. Вау, достар. Now, Jason. Just go get me my checks. Вау. Не деген графика, достар. Көріп жатсыздар ма? Чё за графика? Вау. Детальдарын көрдіңіздер ме, достар? Каждый мелочь ғой мына жерде. Көлеңкілерін қарасаңыздаршы. Пив алып баратыр. Бомж жатыр жерде. Төгіліс болып жатыр. Аларды ұстап алған типа бандиттерді. Не деп атқан түсіп атқан жоқпасын? Jason Duval. Джейсон достар аты. Мынау Люсия достар, бізде екінші главный герой достар. Достар, екінші главный герой достар. Екеуі көбісі айтады, бұл бауырмен типа ағалы інілі, типа ағалы сіңілі дей ма, нейді, ағалы қарындасым ондай бір бәлі дейді енді. Қазір көреміз енді, осы жерде айту керек олар кім екен бірін-біріне. Типа Джейсон күтіп алған болып тұр ғой бұны. Достар, мет болды, понятно. Бұл екеуі кім екен, ағалы қарындас емес, точно. Сразу көрініп тұр достар. Вау, типа маски баған. Йо, достар, графикасын қарасаңыздар просто. Сюжет вообще қызық болып тұр маған. Йо. Чё за графика, достар, мынау? Я в шоке, достар, мен уже ойнағым келіп жатыр. Қарасаңыздаршы достар, әрбір детальдаріне. Не деген керемет мынау. Вау, достар. Ооо, достар, жарылысты көрдіңіздер ма? Йоу! Каждый бір осколккен ұшты ғой. Видеокамера бар достар, көрдіңіздер ғой. Vice City, видеокамера. Тікелей эфир ма мынау не? Атысып отыр. Воу, Джейсон жатыр. Как обычно. Йоу, судың графикасын қарасаңыздаршы. Достар, просто атпат мынау. Зор, достар. Күтуге стоит, достар, бұл ойынды күтуге точно стоит. Күтуге точно стоит, достар, бұл ойынды. Сразу айтайын, мен күтем бұл ойынды.
Білмеймін, сіздер қалай ойладыңдарсыз. Мына трейлер маған көп нәрсе ұнады негізі мына трейлерден. Вау, көп нәрсе байқадық достар. Әрбір кадрына қарайтын болсаңыздар достар. Мына кадрда қарайтын болсаңыздар, міне. Неткен үйлер, мынау кемені қараңыздар. Яхтасымен кетіп бара жатыр. Вау, мына дальностьті қарасаңыздар. Каждый ағаштан точно четко көрініп тұр ғой. Самолет. Мына жерде Джейсон міне. Качок қой достар. Чо за качок достар, ну. Мә, реализм ғымына таза достар. Мына ойынға кіретін болсақ біз просто шын өмірден ажырата алмай қалатын шығармыз. Вау, мына лужа бүкіл ат. Йо, я в шоке достар. Мына не деген реализм достар. Я в шоке, просто в шоке. Мынау не, мынау. Міне біреу. Мә, каждый машина әртүрлі ғой достар. Бірін-біріне мүлдем ұқсамайды. Ну, мына екі ұқсайды, бірақ түрлері басқаша что-то. Ерде Джейсон качаться етатыр, как обычно. Қыздардың көлеңкелерін қарасаңдар, достар, каждый ізді қараңыздар. Достар, вау. Мына жерде полиция. Как обычно полициялар тұр мына жерде. Маған қызық болып тұр уже достар. Мынау как обычно бізде көбісі айтқандай түрме болады деп естідік енді. Типа Люси осы түрмеде жатады деді, шынымен де осы түрмеде болған секілді. Осы жақтан типа Джейсон күтіп алған болып тұр ғой бұны. Не үшін достар, бұлар кім бірін-біріне вообще бұрыннан келатқан достары ма или мектепте танысты ма? Маған өте қатты қызық болып тұр. Не болып жатқан араларында не пландастырып жатыр бұлар? Не істегілер келіп жатыр? Соның бәрі маған өте қатты қызық. Бәріміз бірге білетін боламыз достар осының бәрін. Достар, алдағы уақыттарда мен факттар шығару мүмкін, сол себепті мен каналыма тез тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басып қойыңыздар. Және ең важный мен достар, ең бірінші новостьтерді мен өзім телеграм каналыма салатын болам. Сол себепті мен телеграм каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Нерге білмеймін, ссылкасын ба, бір бәлесін шығарамыз, в общем, нерге бір QR-ым ба, соған кірсеңіздер болады, болмаса ссылкасы описанияда болады. Достар, обязательно тіркеліп кетіңіздер. Бүкіл қызықтар сияқты достар. Сіздермен болған мен Зеп, сау болыңыздар.